Біреу келіп атса, вот сол кезде уже қару-жарақ не то что қол, қару-жарақты алып шығасың. Міне, намысшыл болғың келе ма, басқа жағынан дәлелдеңдер. Сабыр сақтаңдар, мінекей намысшыл деген сол. Солай намысшыл болыңдар, сабыр сақтап, тәубесіне келтіріңдер. Қазіргі бейбітшілік мынандай жақсы өмірде қол көтеретін заман емес. Мен мысалы 100-ге звондаймын. Мен законно, мен заңды түрде, маған біреу қазір тем более қазір Мұхит ағайды мысалы бәрібір кейбіреу провокация іздейді. Мен қойсайшы деймін, қоймайсың ба? 100-ге звондаймын, алла жігіттер, милиция ма, алып кетіңдерші, басында отырмын. Олар даусынан таниды, ой мәкесі сызбайды, ой бол. Ассаламағалейкум деп анан байлап тұрып алып кетеді. Заңды түрде шешу керек. Действительно мықтысың ба? Действительно герой болып баратсың ба? Залға келіңдерші. Залға келіңдер, қолдарына печатки, міне, рингта дәлелде. Намысшылсың ба, басқа жерде дәлелде. Намысшылсың ба, үй ал, үй соқ. Намысшылсың ба, намысың тасып барады ма, анаң әкеңнің үмітін ақта. Намысшыл болып отырсың ба, білімді бол. Осындай жақтан байқуатты бол. Сол жақтан намысшыл болыңдаршы. Біреуді ұрып соғып, біреуді құлатпай. Ертең өмірің құртылады. Неше түрлі жағдайлар бар, неше түрлі таныс балалар бар. Бұл ұрып, ана өліп қалды. Осы 4-5 жыл бұрын тоже бір жағдай болды. Көшеде осы тоже мәшинеде бір-бірін қиып, далаға шыққан, тоже боксер бала. Бұл ұрған, ана құлаған, миына қан кетіп қалған, өліп кетті. Ана бала 14 жылға соттап жүрді. Не болды? Екі баласы, әйелі мандырап қалды мысалы, 14 жылға соттап кетті. Секунда, шайтан азғын, секунда доля. Бам, болды, все. Не үшін ол? Зачем? Мен Құдай сақтасын, енді ешкіме ерекспін даже. Ерексен күнде де бұрында, жаңағы қазірін айтпайшы, бұрында ешкіме ерекспіміз өм. Құдай сақтасын ол деді. Бет алла қата. Бұрында мысалға ерекскен кезде мен қайта мен ұрса екен деп тұрып, мен ұрмақ қойыншы осыған. Мен ұрса екен деп. Мен ұрмақ қойыншы. Потому что мен білемін, мен ұрсам не істейтін мен білемін мен. Сосын Алла тағала баршамызға сабыр берсін. Ақылды болайық, тентек болмайық. Ол да біреуді неше түрлі кездесіп қалам, көп қалам, бір баланың 20 бала жабылып атап, басынан түйіп атап, туфлимен жұпа езіп атап басын. Астағфиралла, Алла өзі кешірсін сендер. Ол да біреудің баласы ол. Көрді соншама ұрып, теуіп, өледі ғой, өледі. Бұлай басынан бұрын секіріп атап, туфлимен казачки еще өкшесімен теуіп атады. Кішкене адами қасиет деген жоқ па сендерде? Ұят емес па? Ол да біреудің 9 ай көтерген баласы ол, мәпелеп сол 20-25 жасқа дейін соны өсірген баласы ол. Не болды сонша ол? Не бір бәлем соншама жеп қойды ма, әкеңді өлтіріп қойды ма, шешеңді өлтіріп қойды ма, не жасап соншама ұрып? Сондайларды қанша көріп отам? Қазақтың баласы көп емеспіз ғой аттан әйтпесе. Ары кетсе бір 10 миллион қазақпыз, бір-бірімізді жеп қойға дайынбыз, бір-бірімізді жыртуға дайынбыз. Қолдан келгенше бір-бірімізді көтеріп, қолдау жаса, бір-бірімізді қайта, қолдан келгенше қайта көтермейміз бе, өсірмейміз бе? Ішкі дүниені тесетін сол да. Сол айтады. Сабырлы болыңдар, салмақты болыңдар. Жақсылық не қылдың, қолдарынан келіп отырма, жақсылық жасаңдар. Мені шақырды, мені бірге бір, мен шығу керек болдым, мен оны ұру керек болдым, өйерде намыс, менің анау достарым не дейді, анау не дейді, жоқ, алып тастан, все, алып тастан, жоқ болды. Намысшылсың ба қайта, жігіттер, кешіріңдерші, одан кішіріп қалмайсың, одан сен намысың, сен нәскеңе аяқ киімге түсіп қалмайды. Жігіттер, кешіріңдерші, Аллах разы болсын, менен кешіріңдерші, менен қателік болса, мен кешірім сұрайын. Өтінемін, жігіттер. Менікі дұрыс болмады. Міне болды. Мысалы мен біреумен ерексіз қалдым, мен бәрібір, мысалы Мұхит Амантаев емес, мен басқа біреу ерексіз қалдым, мен жалынамын одан. Мен кешіріңдерші жігіттер. Өтінемін, Аллах разы болсын. Өтінемін. Только кешіріңдерші мен деймін. Қой, 100 есе, 1000 есе не прав болса да, мен 1000 есе прав болып тұрсын, мен солай кешірім сұраймын. Кешірімді болыңдар, мейірімді болыңдар. Адами қасиетімізді ешқашан жоғалтпайық. Айтайын дегенім сол.